Құрметті достар, мынау көріп тұрған жерлеріңізде 3 этаптан удобренияларымыз шығады. Мына жақтан бастайық. Сіздерге жеткізіп барып жатқан жидкий удобрениямыздың басталысы мына бачоктардан басталады екен. Осы бачоктардан өте береді фильтрация. Әрқайсысы бачок бір фильтр. Бұлай өтеді, келеді мына жерге. Мына жерге келген кезде дайын халге келеді. Сосын оны мына аппаратқа құяды екен. Бұл аппаратта соңғы фильтрация болады бұл жерде. Соңғы фильтрациядан өткеннен кейін былайынан мынау аппаратқа команда келеді. Бұл жерде шелек болсын, жаңағы кішкентай бутылочный не болсын, осыны компьютерге салады, и бұл жерде упаковкаға жайлап команда беріледі. Сосын бұл жерде ыдысқа құйған соң мына этапқа өтеді. Бұл жерде мынау аппарат крышкасын жабады. Шелектің крышкасы дәу болса, дәу крышка қояды. Если мына 5 литрлік, 10 литрлік, 20 литрге дейін мына крышкадан қолданады. Бұл жерде көріп тұрғандай, мына заводта қазір ешкім жоқ. Бұл жерде адамдар көп жұмыс істеп жатқан адамдардың өзін көріп тұрған жоқсыздар. Сосын мына этапқа өтеді, крышкасы жабылады. Сосын мына жерге келген кезде қай удобрение болса, сол удобрениемен этикеткасы жабыстырылады. Бұл соңғы этап болады. Сосын мына жерге тара келеді, ары қарай жаңағы складқа алып шығады. Рахмет назарларыңызға.